Жасыл орманның жиегінде, өріс басталатын жерде, бетін күнге қаратып, ағаштан ойып жасалған сарайшық тұр екен. Ол жерге оны кім салғаны қазір ешкімнің есінде жоқ. Бір күні оның қасынан тышқан өтіп бара жатып: «Сарайшықтың әдемісі-ай!» деді қайран қалған тышқан. «Ей, мұнда кім тұрады?» деп сұраса, ешкім жауап бермеді. Тышқан ішіне кіріп, жан-жағына қараса, үйдің іші тым жақсы екен. «Қожайыны жоқ болса, мұнда мен тұрайын» деп, тышқан жайғаса бастады. Сарайшықтың ішінде емін-еркін тышқан тұрып жатыр. Бірде қасынан секіріп, бақа өтіп бара жатыр екен. «Сарайшықты кім тұрады?» деп сұрайды бақа. «Мен шиқылдақ тышқанмын. Ал сен кімсің?» «Ал мен бақылдауық бақамын». «Кел, бақа, бірге тұрайық» деп шақырды тышқан. Содан екеуі бірге тұра бастады. Енді бірде жайдары қоян өз жөнімен жүгіріп бара жатса, сарайшықты көріп, ұнатып қалады. «Сарайшықтың ішінде кім тұрады?» деп сұрайды қоян. «Мен шиқылдақ тышқан тұрам». «Және мен бақылдауық бақа тұрам». «Кел, қоян, бірге тұрайық. Саған да орын бар» деп, екеуі қоянды шақырады. Содан үшеуі де тату-тәтті өмір сүре береді. Енді бірде сарайшықтың қасынан түлкі өтіп бара жатыр екен. Сарайшықты көріп, ол да сұрайды: «Сарайшықта кім тұрады?» «Мен шиқылдақ тышқан тұрам». «Мен бақылдауық бақа тұрам». «Және мен секіргіш қоян тұрам». «Кел, түлкі, бізбен бірге тұр» деп, бәрі түлкіні шақырады. Бір күні кешке дүбірлете аю келе жатыр екен. Сарайшықты көріп, аю таң қалды. «Сарайшықта кім тұрады?» деп сұрайды. «Мен шиқылдақ тышқан». «Мен бақылдауық бақа». «Мен секіргіш қоян». «Және мен сылқым түлкі, бірге тұрамыз». «Кел, дүбірлек аю, бізбен бірге тұр» деп, бәрі шақырады. Аю есіктен кірмек болды. Кішкентай есікке добалдай олақ аю сыймай әлек болды. Пысылдап, табан тіреп қиналып тұр. Аңдар болса жабылып көмектесіп жатыр. Ар итеріп, бер итеріп қозғалта алмады. Ал аю әдемі сарайшықты қимай тұр. Ішінде сондай тұрғысы келеді. Ойланып, шатырға шықпақшы болды. Аюдың шатырға жеткені сол еді, сарайшық аюдың салмағына шыдай алмай сықырлап, шайқалып, аюмен бірге опырылып құлады. Аңдар әрең қашып үлгерді. Қайта бәрі аман есен қалды. Аю абыржып, ұяттан жер болып отыр. Енді не істеу керек? Аңдар ойланып, бірге жабылып, жаңа сарайшықты тез тұрғызып аламыз. Бұрынғыдан да жақсы. Бәрімізге орын жететіндей кең қып саламыз деп келіседі. Жұмыс қызып жатыр. Аю ағаш кесіп, түлкі тақтайларды беріп, тышқан оларды алып тұр. Қоян шегелеп жатыр, ал бақа әдемі өрнектер салып жатыр. Тез арада аңдар сарайшықты тұрғызып алды. Кең, әп-әдемі, бұрынғыдан да керемет болып шықты. Аңдар ол үйде уайым қайғысыз өмір сүре бастады.